Сәлем достар, қазір мен сіздерге жан жасауды көрсетемін. Ол үшін кез келген сармайымызды, марқайымызды ертіп аламыз. Сармайымызда процент жоғары болған сайын жентіміз дәмді болады. Осылай марқайымызды, сармайымызды ертіп, суытып қоямыз. Талқанның үстіне өз қалаларыңыз бойынша құмшекер қосасыздар. Оның үстіне суытылған, ертілген сармайымызды салып бірге араластырамыз. Мен бұны екі бөлікке бөлемін. Екінші бөлігіне қойытылған, яғни сгущенка қосамын. Сгущенканың проценті жоғары болған дұрыс, қою болған дұрыс. Сгущенканы көп мөлшерде қосқан дұрыс, енді бір жағы жұмсақ болады, көп кетен қатпай тұрады. Әрі одан әртүрлі пішінді дженттер жасай бересіздер. Өз қалауларыңыз бойынша түрлі пішінді дженттер жасайсыздар. Ал екінші бөлігін осылай пиалайға салып, бетін тегістеп, тарелкаға төңкересіздер. Оның қасына жаңағы әртүрлі пішінді дженттерді қоссаңыздар. Осылай дайын ас болсын. Комментарий жаза кетіңіздер, тіркеле кетіңіздер. Алдын ала рахмет.